Сайлау өткенше тілшілерге әр сұхбатын ыждахатпен беріп, көпті аузына қаратқан мына депутат сымақтарың енді ырғалып, ыңыранып қалғанын қалай түсінеміз? Сайлау әділ өтті деп ойлайсыз ба? Әділ өткен шығар. Мен жемқорлық көрсем. Ардақ депутат болудың алғы шарты менменсіп, өктем, тәкаппар үнмен сөйлеу деп түсінген сияқты. Және сұраққа тура жауап бермеуді дегеннен меңгергені көрініп тұр. Қаңтарда оқ атқан және оқ атуға бұйрық берген азаматтарды, билік өкілдерін жауапқа тартуды талап етесіздер ме? Аман болыңыздар. Алла тағала елге тыныштық берсін. Ну нахер. Ардақ бүйтіп бұлданса басқалардан не қайыр? Республика деп алаулатып, жалаулатқан жаңа партияның сыйқы осы ма? Bir sıra koy varsa tetiniz. Dur bir sıra koy varsa tetiniz Ruslan Mırza.